Қыздар, қалайсыңдар? Өткенде мороз күнде қатып жатырған нелерім бар ғой, қазыларым. Соларды әйтеуір оқтау тықтым, арасынан қожау тықтым, бірдеңе қылып әйтеуір шығарып алдым. Соған қайнапам дейтін ауыз ашар берейін деп жатыр. Маған айтқан ғой, бір 2 қазы үйден пісіріп алып кеш деп. Соны кешкі сағат 9-да салғаннан түнгі сағат 1-ге дейін осылай манты товарка деп пісірдім. Представляете, мен бірінші рет пісіріп тұрмын мантоваркіде. Обычно андай суға қайнатып, сорпасын шығарып, солай пісіретінбіз ғой. Ютубтан қарап едім, осылай манты товаркіге пісіруге болады екен. Одан кейін осылай 4 сағат салып қайнаттым. Ешқандай да андай нетпей, жіптері ешқандай алынбай, терісі ешқандай да жарылмай күшті болып пісті. Қыздар, енді мен сіздермен бөлісейін деп тұрмын. Мына жерде дейтін манты қазаннан осылай біреуін алып шықтым. Одан кейін барып астында екіншісі бар. Қазір екіншісін де түсіріп көрсететін боламын. Мына жерде екіншісін қазір түсіремін. Осылай 2 қазымды осылай манты табада пісірдім, қыздар. Бірінші рет пісіруім, алғашқы пісіргеннен ақ өте маған керім ұнады. Жарылған жоқ, яғни. Сосын айтайыншы, қыздар, менің қазымның бір жақ жібі шығып кеткен болатын. Бір жақ жібі, білмеймін, морозильниктен алып отырғанда бір жақ жібі шығып кетті. Соны дейтін, сол үшін де мен бір жағынан манты қазанға пісіргенім. Егер суға пісірген болсам, ол міндетті түрде жарылып, бәрі шығып кететін еді. Сондықтан да манты қазанға пісіргенім өте жақсы болды. Мен мына жерде қазір қазыларды осылай орамалға екеуін орап морозильникке салып тастаймын. Таңертең сосын турағанда арасы бытырамай тура алады деп, солай осылай екеуін ысым. Мына жерде қолым күйіп жатыр. Осылай орамалға мықтап қаттырақ орадым да. Одан кейін барып, қыздар, сіздерге айтуға ұмытпадым. Мына жерде бірінші қазыны жуып алғаннан кейін сыртын міндетті түрде пищевой пленка бар ғой, сомен обязательно орап, содан кейін барып пісіріңдер манты товаркіге, манты қазанға. Әйтпесе, білмеймін, ютубта солай айтылған. Пищевой пакетке орап барып, содан кейін барып манты қазанға салу керек. Соны ұмытпаңыздар. Міне мен осылай екеуін мықтап, нығыздап осылай орамалға орадым да, одан кейін барып осылай бір түнге морозильникке салып тастадым. Яғни түнгі сағат 9-да қойғаннан түнгі сағат 1-де алдым да, осылай морозильникке салып тастадым. Енді таңертең уже міне ашып, морозкадан осылай кешегі түнде салып қойған қазыларымды алдым да. Қазір мен аузым ораза, бірақ өзім қайнапамның үйіне кетейін деп жатырмын көмектесуге. Мен мына жерде балаларға қазір біреуін шайға турап кетемін. Мен дәмін көре алмадым. Кешке ауыз ашқаннан кейін бірақ көрдім. Дәмі өте керемет. Мына жерде мен балаларға міне ортасынан кесіп, қазір шайға турап кеттім. Өздері қазір жейтін болады. Маған өте қатты ұнады осылай манты қазанға пісірген қазыларды. Екінші осылай үнемі осылай манты қазанға пісіретін боламын.